Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде мына бір Мерседесте кішігірім қиындық болып тұр. Ол қиындық машина оталады, холостой ходта әдемі тұрады, бірақ бірден газ басқан кезде тұншығып қалады. Ақырындап газ басса, ақырындап көтереді, бірақ бірден басқан кезде тұншығып қалады. Дозаторды шұқымаған жеріміз жоқ, бәрін көрдік. Интернетте бір жігіт айтқан екен, 89 жылғы Мерседес катализаторды алып тастадым, жақсы болды деп. Егер оның видеосын тапсам, сілтемесін сипаттамаға қалдырып кетемін. Енді бізде кезек катализаторға келіп тұр. Катализаторды ашып көреміз, өйткені бізде қазір мотордың майы тез сұйылып кетіп жатыр, қазір үстік болып тұр мотор. Міне мотор жақта шыққан бірінші бачок, міне кестік былай. Мына жағында міне мынандай сетка болады екен, бұл жалынды ұстап қалатын сетка сияқты. Мына жағында міне катализатор болады екен. Машина 91 жылдың машинасы. Катализатордың жағдайы міне мынандай болып қалған міне. Вообще ауа өтетіндей мүмкіншілік жоқ. Мына шеттерінде бар кішкене. Мына жақтар бірақ кәдімгідей бітеліп қалған. Мына жерлерін қазір сындырып алдық. Мындай болып қалған. Балқып кеткен, короче. Қазір бүйі соғысын бәрін алып тастаймыз. Мына жақта тұрғандарды. Сосын қайта жауып, оталдырып көреміз. Сваклеп бастап жатырмыз міне. Мына жағын бетіп екі бөлік етіп кесіп алғам. Мына жағында шығар деп ойладым да, бірінші осы жерді кестім. Бұл жағында ештеңе жоқ екен, сосын мына жағын кесіп алдым. Қазір өстіп сваклеп жатырмыз. Ішіндегі бәрін тазалап алып тастадық. Мына жағы вообще әдемі болды. Мына жағында енді сетканы қалдырып қойдық, міне осылай. Кішкене жалынды ұстап тұра берсін. Енді қазір екінші жағын мына жағын ілдіреміз, бұйырса сонымен көреміз. Осылай болады. Катализаторды алып тастағасын жағдайы өте жаман болып қалды. Алдыңғысынан да жаман болды. Бірақ ол одан емес, бензин жолынан деп ойладым. Сөйтіп дозатордан шыққан мынау трубкаларды форсункке барып тұрған жерінен шешіп алып, мына жерден төртеуін 4 баклажкаға қойып, бензинді өлшеп көрдік. Төртеуі 4 түрлі бензин құйып тұр. Мына біреуі көп құйып тұр, көп болғанда норма құйып тұр, өзіне керектісін. Мынау аз, мынау одан аз, мынау вообще жоқ почти. Сөйтіп ойладық, бензин мына жерден кіреді, егер де датчиктің ішінен өтіп, бірінші мынаған толық бензин бере алады, мыналарға бірақ жетпей қалып жатыр. Демек, бізде давление жоғалып кетті деп ойлап, мына бір обратный клапанды ауыстырдық, регулятор давление деп айтады. Сонымен бізде әдемі болып істеп тұр. Осы уақытқа дейін бұл Мерседес олай істемеген. Қазір оталдырып көрсетемін. Айтпақшы, бізде мына кнопка старт-стопты қалай орнату керектігі жайлы видео монтаждалып дайын тұр. Бұйырса, осы видео 100 лайк жинайтын болса, мен сол видеоны шығарам міндетті түрде. Сол себепті аямай лайктарыңызды басыңыздар. Қазір оталдырып дауысын естейік мынаны. Бисмилля. Осылай оталады. Жалпы мотор стук, катализаторды алып тастағасын глушительдің дауысы қатты шығып тұр. Бірақ осы уақытқа дейін бұл машина бұлай істемеген. Бір өкпесі ашылып қалғандай болып тұр қазір. Газды бұлай сезінбейтін ешқашан. Тұншығып қала беретін. Жалпы осылай болып тұр. Қазір бізде енді кішкене бензин расход көптеу болып тұр. Жалпы осылай көп уақыттан бері табылмай жүрген бұл ауру табылды. Біреудің пайдасына жарайтын шығар деп осылай видео түсіріп отырмыз. Видеоны ұнаса лайк басыңыздар, арнаға тіркеліңіздер, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.